Достар, қайырлы күн. Бүгін біз ақша туралы сөйлесетін боламыз. Менің есімім Гүлжан Рысбекқызы. Мен практикалық психолог, нейрокоуч, жеке бренд бойынша ментор, ғалым, доктор, философия докторы, нақты айтқанда тренермін. Және де бүгін мен сіздерге ақша туралы бір керемет практикалар бергім келіп отыр. Өзім ақылы түрде алған, өзіме инвестиция құйған білімімді қазір сіздермен тегін бөлісейін деп отырмын. Енді жалпы бұл жерде мен не туралы айтпақшымын? Ақша туралы, кімде қазір ақша бойынша қиындықтар бар, кімде қазір ақша бойынша бір проблемалар бар, қарыздар бар, кредиттар бар, ипотека бар, басқа да ақшалық нагрузкалар бар адамдар осы видеоны тыңдасын. Өйткені өте полезно, өте пайдалы, және де өздеріңіздің таныстарыңызға, достарыңызға жіберіп қойсаңыздар болады. Біріншіден, ақша туралы мен енді өзім 7-8 жыл бұрын бастағам осы теманы, тақырыпты зерттеп. Осы тақырыпты зерттеу арқылы мен өзім Астана қаласынан 2 квартира дейміз ғой, 2 пәтер сатып алдым. Қазақша айтқанда 2 үй сатып алдым. Біреуі 3 бөлмелі үй, 100 квадрат, екіншісі 65 квадрат, 2 бөлмелі үй. Сондықтан мен енді жалпы қанша миллион тапқан адаммын, және де осы тақырыпта сөйлей аламын. Сіздерге бір қазаққа пайдам тиеді деп ойлаймын. Сондықтан егер Астанадан квартира алғыларыңыз келіп жүрген адамдар болса, отдельно квартираға байланысты видео түсіремін. Қазір мен сіздерге жалпы бір ақша туралы жалпы айтайын. Және де сіздерде қандай да бір запрос болса, комментарийға жазыңыздар. Маған консультацияға келетін адамдардың ең көп запросы: кредиттен қалай құтылам, қарыздан қалай құтылам, ақшаны табысты қалай көбейтем. И ол күшті запростар. Ол запростарды мен өзімде де бар, менде. Өйткені менде де ипотека бар, менде де рассрочкалар бар. Сондықтан бұл запросты біз бірлесіп, біз боп шешетін боламыз. Енді қараңыз, ақшада ең бірінші сіздердің ақша бойынша қарым-қатынастарыңыз, ақшаға деген қарым-қатынастарыңыз ол қалай шешіледі? Ол ең бірінші сіздердің жалпы балалық шақтарыңызбен өте тығыз байланысты. Біз бала кезімізде ақшаға қандай қарым-қатынас бізде болды? Біздің ата-анамызда қандай қарым-қатынас болды? Үйде ақша жағы қалай болды? Жалпы туысқандарда қандай болды? Мектепте қандай болды? Деген сияқты барлығы баланың жалпы өсіп дамуына өте үлкен әсерін тигізеді. Енді қараңыздар, мына бала кезде мысалы біз қандай уақытта тудық? Қазір көбінесе мені көріп отырған адамдар ол 30-35-40 жастағы адамдар, мен ойымша. Енді егер 25-дегілер көрсе тіпті жақсы, бұлар енді зумер, 20-25 новое поколение. Бізден үлкен кісілер, яғни 40 жастан асқан адамдар, 35, 37, 40-тан асқан адамдар, олар да көрсе болады. Сіздерде енді шамалы мүмкін басқа убеждениялар болуы мүмкін. Бірақ та біздің периодта, яғни 90-шы жылдары туған, сонымен қатар мынау 2000 жылдары, 90 жылдары балалық шақтарын өткізген адамдар, біз көбінесе андай өзіміздің ата-анамыздан ақшаға деген бір қарым-қатынасты байқадық. Әр семьяда әртүрлі болды. Әр семьяның өзінің қарым-қатынасы болды. Әр баланың мысалы убеждениясы болды. Бірақ общий убеждение қалатын болсақ, общий халықтың бір былай менталитеті, халықтың несіне үнілетін болсақ, жалпы жағдайына, ол кезде қалай болды? Тапқан ақшалар кетіп жатты, қалай келеді, солай кетеді. Мысалы, әке-шешеміз ақша табады, бірақ та оны жұмсайды, яғни үйдің тіршілігіне, бала-шағаға, туысқандарға, қонақ шақыруға, қонаққа баруға деген сияқты көп семьяларда сондай қарым-қатынас. Сонымен қатар мынау ол кезде енді ипотека кредиттер басталған кездер, білесіздер ма, мүмкін 20-25% ставкамен басталған кездер, сондай кредиттарды алды көп адамдар. Үй алды, мысалы ипотекаға, соны ипотеканы жапты. Енді біздің семьяда да ондай болды. Сондықтан біз бала болып сол ақшаны қалай келетінін, ақшаның қалай әке-шешеміз еңбекпен табатынын, сосын ол ақшаны қалай ұстайтынын, басқаларға қалай сыйлайтынын, басқаларға қалай қарыз беретінін, соның барлығын көріп өстік. Сонда бізде бір ақша бойынша бір не қалыптасады? Балалық кезде бір модель поведения қалыптасады, Енді біреуде ол позитивті, біреуде негативті, біреуде нейтралды, біреуде и позитив, и негатив, и нейтрал әртүрлі ситуацияларға байланысты. Бірақ та көбінесе баланың есінде қалатыны бізде көп позитивті
позитивті моменттер көп қалмайды, адам баласында көбінесе негативті моменттер қалады. Мысалы келген ақшаны ұстап жүру деген сияқты, соны біз қазір өсе келе то же самое, біз ақшаны табамыз жақсы, бірақ та ұстап тастаймыз, табамыз, ұстап тастаймыз. И получается қазір вообще көп адамдардың проблемасы сонда. Маған қазір консультацияға келетін адамдардың көп проблемасы: как деньги приходят, так и уходят дейді. Яғни ақша қалай келді, солай кетті дейді. Сондықтан мен оларға бүйтіп айтамын: негізі балалық шаққа шамамен былай үңіліп, балалық шақтан сол моменттарды іздеу керек. Енді біз өскен кезде біз балалық шақпен оны просто байланыстырамыз, бірақ өскен кезде қазір біз уже взрослые люди, біз уже есейген адамдармыз. Қазір біз балалық шақты үңілгенімізбен біз оны просто зерттейміз, бірақ өсе келе біз получается өзіміз ол жұмысты атқаруымыз керек. Яғни мына мышленияны өзгерту деген сияқты. Оны біз қалай өзгертеміз? Ең бірінші бізге әрине керегі ол жалпы өзіміздің ойлау жүйемізбен жұмыс істеу. Яғни бізде қандай бар негативті программалардың барлығын табуымыз керек подсознание, түп санамыздан, яғни бейсаналық түрде. Ол үшін мен сіздерге қазір практика берем. Сол практика негізі қандай, неге пайдалы болады? Ең бірінші ол практика сіздерге пайдасын келтіретіні ол қағазды аласыздар, қағазға ақша деп жазасыз, ақшаға байланысты барлық ойларыңызды жазасыз. Барлық ойларыңызды жазған соң ақша туралы ол ойларыңызды қарайсыз. Оның ішінде қанша ой позитивті, қанша ой негативті, соған байланысты позитивті ойларды барлығын өзіңізге белгілеп алыңыз. Ол күшті, супер. Яғни сізде бір қандай да бір ақшаға байланысты уже позитивтік ой қалыптасқан. Негативті ойлар бойынша сіздер оны бөлек қағазға жазып аласыздар. Яғни ақшаға байланысты менде қандай негативті ойлар бар деп. Оны бөлек қағазға, ақша туралы ойларыңызды қағазға жазып алған соң, оны сіздер позитивті түрге ауыстыруыңыз керек. Яғни мысалы ақша аз, ақша көп деп жазасыз, келесі мысалы ақша қалай келеді, солай кетеді. Яғни ақша маған келеді және менде тұрақтап қалады деп ауыстырасыз. Ақша мысалы менде мысалы кредит көп, яғни менде кредит жоқ. Бірақ біз көбінесе жоқ деп айтпаймыз, просто мен кредиттен боспын, яғни менде табыс жеткілікті, кредит алмайтындай, деген сияқты. Сондай позитивті тұрғыда жазамыз. Яғни мен ақша маған жетпей жатыр, ақша маған жетіп жатыр деген сияқты. Енді жақында менің жалпы ақшаға байланысты мышление идеяңге, яғни ойлау жүйесі және ақша деген практикум болады. Сондықтан сол практикумға тіркелу үшін төмендегі WhatsApp номеріне жазсаңыз болады, немесе менің Инстаграмдағы директіме жазсаңыз болады. Сол кезде мен сізге ол өзімнің практикумның сілтемесін жіберетін болам, және де условия дейміз, шарттарын айтатын болам, қалай қатысу керек. Егер қызық болса, менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыз. Енді біз жалпы ақша туралы, жеке бренд туралы, блогта даму туралы, тұлғалық даму туралы өте көп видеолар болады. Жақын арада мен енді YouTubeқа осы шықтым, уже активно белсенді түрде. Сондықтан міндетті түрде мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Енді менің жалпы девизім әр қазағым жалғызым, тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деген өзіме девиздарды алып отырмын. Сондықтан енді сіз болып, біз болып жалпы қазақ халқын дамытып, жалпы қарыздан шығуға, кредиттен шығуға, ойлау жүйесін жақсартуға, бір сондай молшылықта өмір сүруіне бірге атсалысайық. Сондықтан маған жазып, менің практикумдарыма қатысып, өзіңізді де қоршаған ортаңызды дамыта аласыз.